Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге творожный пирогтың рецептін көрсетем. Жасау жолы өте оңай. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші ыдысымызға 2 кесе ұнымызды салып, үстіне 1 кесе қантымыздың жартысын саламыз. Жартысын творогқа қосамыз. Енді үстіне 1 шай қасық разрыхитель салып, араластырып, үстіне сары майымызды чөркіден өткіземіз. Чөркілеп болдық, енді ұнымызбен араластырамыз. Ұнымызбен араластырғанда 2 қолымызды бір-біріне үйкелеп, біркелкі масса шығаруымыз керек. Осындай болып шығады. Және жұдырығымызбен ысқан кезде үйісіп қалады. Және қолға жабыспайды. Енді творогымызды дайындаймыз. Творогымызды ыдысымызға салып, үстіне жаңағы жарты кесе алып қалған қантымызды саламыз. Егер аз десеңіздер, тағы да қант салсаңыздар болады. Енді жұмыртқа саламыз. Мен жұмыртқам кішкентай болғандықтан 3 жұмыртқа салдым. Егер жұмыртқаларыңыз үлкен болса, 2 жұмыртқа салсаңыздар болады. Барлығын салып болды, енді жақсылап араластырамыз. Творогымыз біркелкі болғанша араластырамыз. Міне творогымыз дайын болды. Енді табамызды майлаймыз. Газымызды алдын ала қыздырып аламыз. Және де осының жартысын табамызға саламыз. Жартысын бетіне салуға алып қаламыз. Енді творогымызды салып, барлығын жақсылап бір тегіс болғанша жайып аламыз. Енді алып қалған тестамыздың жартысын саламыз. Бетіне тегістеп, қатты баспаймыз. Жай ғана тегіс болып шықса болды. Дайын болды. Енді қызып тұрған пешімізге салсақ болады. Міне біздің творожный пирогымыз дайын. Сіздерге кесіп көрсетуге үлгере алмадым. Сіздерге тек кескеннен кейінгі видеоны көрсете алып жатырмын. Ол жағынан кешірім сұрайым. Бірақ творожный пирог өте дәмді болып шықты. Жасалуы өте оңай болды. Түк те қиын емес. Сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын.